Ата-аналар айыппұл арқалады. Түркістан облысының полиция департаменті баласының тәртібіне бас ауыртпайтын, қайда жүр деп қадағаламайтын ата-аналарды шетінен жауапқа тартып жатыр. Жасөспірім профилактикалық іс-шарасы аясында облыста 400-ден астам бала полиция бөлімшесіне жеткізілген. Әкімшілік хаттамаларға тоқталатын болсам, Қазақстан Республикасы 127 бабы балаларын тәрбиелеу жөніндегі міндеттерін орындамаған 29 ата-анаға айыппұл салынды. Рейд кезінде жасөспірімдерді түнгі 22:00-ден кейін ойын-сауық орталығына кіргізген кәсіпкерлер анықталып, айыппұл салынған. Түнгі сағат 22:00-ден кейін заңды өкілінсіз ойын-сауық мекемесінде жасөспірімдердің болуына жол берген 18 ойын-сауық орындары анықталып, әр кәсіпкерлерге 10 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салынды. Аталған профилактикалық іс-шараның мақсаты жасөспірімдер арасындағы қылмысты азайту. Түнгі уақытта жүрген кәмелетке толмағандар қылмыстың құрбаны немесе қылмыстың жасауы мүмкін. Сол себепті ата-ана балдарыңыздың қайда жүргендерін қадағалап отыруларын сұраймыз.